үміткерді қабылдамаған еді. Бүгін сәті түсіп, айы оңынан туып, жаңа таныстықты бастайын деп жатыр. Және үміткердің таңдауы студиядағы бір ару. Көптен бері өз үміткерін қарсы алмаған. Айдана дейді, басым көпшілік. Сағыныш, Ділбар ханым дейді. Ділбар ханымға келді ғой? Және үміткер Ділбар ханымға тағы да келді. Я, Ділбар ханым, шаш үлгісін өзгертіп едіңіз, бірден келді. Иә, өзгерткенім жақсы бопты. Аха, үміткер студияда. Дайынсыз ғой? Дайынмын. Я, және қарсалайық, шақырайық деп айтайын десем, бұл жолы үміткер ағамыз тағы да студия сыртынан танысайыншы дейді. Біраз көндіріп көруге тырысқан едік, алайда келісімін бермеді. Егер барлығы бүгін жақсы өтсе, кездесуге қыз шығып жатса, онда мен де ертең студияға шығам дейді ағамыз. Ділбар ханым, оған не дейсіз? Диана ханым өткенде айтқан едім ондай, екінші рет ондай істейді, неғылмаймын. Онда ағамыздың дауысын естіп көрейік, кем дегенде мүмкін сіздің қолыңыздан көндіру келетін шығар, студияға алып шығатын шығарсыз? Жарайды. Қайырлы күн. Жарайды. Аға. Қайырлы күн. Саламатсыздар ма? Амансыз ба? Аха, өткендегі аға емес, уайымдамаңыздар, бұл жаңа үміткер. Есіміңіз? Жүнісбек. Көке көрініп тұрсыз ғой, бері шыға салмайсыз ба дейді. Ағау, есіміңізді толықтақ айтсаңыз? Жүнісбек деймін. Жүнісбек аға. Қай жақтансыз? Түркістан облысы. О, Түркістан облысы. Толық жасыңыз қазіргі таңда? 66. 60-та? 66. 66-да. Неге Ділбар ханым? Мінездері өзі ұнатты. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін ағамыз студияға шығуға батылын жеткізе ме әлде таныстық дәл осы сарынмен жалғаса бере ме көрейік. Қосылайық жобасы сағынышта белгі, үрме қар дейді. Бізде шымылдық жабылды, байқап тұрғандарыңыздай, алайда үміткер студияда жоқ, және студияға шыға ма, шықпай ма Ділбар ханымға байланысты. Үміткер ағамыз студия сыртынан танысам деп шешті. Ал Ділбар ханым, микрофон өзіңізде, бастаңыз, сұрақтарыңызды қойыңыз, танысыңыз. Жүнісбек мырза, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Сіз Түркістан облысын дедіңіз ғой, қай жерінен? Нақты қай жері? Ашсай деген ауыл бар. Ашсай. Ашсай Жетісайдың жанында ма? Жоқ. Қай жақта? Білмейді екенмін онша. Түркістан ар жағында. Қанша бала шағыңыз бар? 3 қызым бар. 3 қызыңыз бар, я? Жұбайыңыз? 15 жыл болған ажырасып кеткен. Ажырасып кеттіңіз ғой, я? Иә. Не үшін ажырастыңыз, айтпай? Енді тағдыр солай болған шығар, білмеймін. Жоқ, 13 жыл бұрын сіз бір 50-ге жетіп қалған кісі едіңіз, иә? Сол кезде 50-де, мысалы, үлкен кісілер бір-бірімен жақын, қайта бір-бірімен жақын қарым-қатынаса да болады ғой дегенім ғой енді. Не үшін ажырастыңыз дегенім сондықтан еді. Иә, ол жаста ажырасатындардың саны сиректеу келеді ғой негізі. Иә, иә. Ағау? Жараспай қалдық па, сондай болды ғой. Жараспай қалдыңыздар ма? Неше жыл отандасқан едіңіздер? 3 қыз туған жыл отандастық қой. Ол қанша жыл бас аяғы 3 қыз дүниеге келем дегенше? Әжептәуір уақыт болды. Әжептәуір уақыт.
Жарайды. Қазір кіммен тұрып жатырсыз? бір өзім тұрамын. Ашсайда. Ассайда. Үй бар. Үй бар. Қыздарыңыз тұрмыста ғой бәрі. Барлығы тұрмыста. Немере бар, Құдайға шүкір. Құдайға шүкір. Иә, Ділбар ханым. Сұрақты мына қатысушыларға берсем. Диана ханым, мен қойып кетсем бола ма? Ізбасар мырза. Көке, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Енді осылай жасқа келдіңіз, пайғамбар жасына асып жатсыз. Енді кәдімгі үміткер болып, біздің Ділбар ханым таңдап келіп отырсыз. Енді ер азаматтың несі ғой? Бұл жерде қазір сіз өзіңіз айтып ешкім жоқ. Енді өзім жалғыз тұрып жатырмын деп отырсыз да енді. Бірақ мен қазір сізге бір не қойын деп едім, сұрақ. Бер жаққа шығып, өзіңіз жүзіңізді көрсетіп, Ділбар ханыммен былай жүзбе-жүз танысып жатсаңыз, сізге қазір 2 есе 3 есе кәдімгі танысуға сіздің қолыңыз жететін еді. Ал қазір сіз эфирдің ар жағында отырып, жүзіңізді көрсетіп таныспағанға, Ділбар ханымның ойы қазір басқашалау. Енді былай айтқан кезде не серьезный деп айтып жатады ғой енді. Сондықтан енді көген жасыңыз сыйлаймыз ғой, бері келіп, бері шықсаңыз болар еді да негізінде. Диана ханым, сіздің рұқсатыңызбен енді. Мен әрине қарсымын, мен Ділбар ханымның Ол жақта отырып танысқаннан ешқандай еш пайда жоқ, ертең қайттан кетіп қалатын едіңіз. Бері шыққаныңыз дұрыс болар еді көге. Мен 1-2 таныстан кейін шығайын да. Қайдан шыққан дүние екен осы? Көке, ассалаумағалейкум. Ізбасардың сөзі просто мынандай да, осы уақытқа дейін келген үміткерлердің екеуі ма шатаспасақ, осылай сіз секілді арғы жақтан танысып, ортаға дұрыс шықпай, содан кейін танысық былай Ділбар ханым ортаға өзі ғана шығып, танысық тоқтап қалған болатын. Ол бұл кісіге әйел адамға кішкене неприятно болып отыр да. Сондықтан сіз енді ер азамат болғаннан кейін нық қадамыңызбен ортаға шығып кетсеңіз, біз де қуанатын едік. Иә, қанша дегенмен Ділбар ханым жасы үлкен болса да жүрегі қыз ғой, енді жаны қыз. Сол себепті де нақты адамдарды жақсы көреді ол ер азаматтың. Сол себепті де шыққаныңыз дұрыс сияқты. Егер біздің Ділбар ханыммен бірге Ашсайға қайтқыңыз келсе. Әрине аға, шығам десеңіз де, шықпайым десеңіз де, өз еркіңіз, өз таңдауыңыз ғой. Бірақ сол жерден отырып танысам дегеніңіздің өзі Ділбар ханымның таныстыққа деген ниетін қашырып жатыр. Оны алдын ала айтайын. Өйткені бұл кісіге ондай дүние ұнамайды. Неге мені таңдап келген адам өз бетін көрсетіп, кеудесін тік көтеріп студияға шыға алмайды деген сияқты. Иә, Диана ханым, мен де соның бәрімен қосыламын. Өйткені мен мына жерде отырып, жәнедегі Тығылып отырған жоқсыз. Ұялып отырғанына мен өзім де ұялып отырған сияқтымын да, как будто мен біртүрлі сезініп отырған сияқтымын мына жерде. Сол үшін өзіңізді де біздің қызды да ұятқа қалдырмай ортаға шықсаңыз, күшті болатын еді. Кеңіз аға. Әлде өзім барам қазір? Ендігі жолы барам, ендігі жолы. Ендігі жолы болмай қалса ше? Болмай қалса ауыл қайтам. Ой, сол үшін келдіңіз бе сонда? Сонау Ашсайдан, Жетісайдың ар жағында. Жетісайға жетпейді. Жетпей ме? Онда Жетісайдың бер жағынан. Аға, қазір өзім барам. Келсеңіз. Немесе жігіттерді жіберем 30+. Ізбасар мырза көндіретін сияқты барса. Ділбар ханым. Білмеймін енді. Редактор мырзаларды жарнама барысында көндіруге тырысты, бірақ ағамыз айтқаннан қайтпайтын көрінеді. Енді қайтпай отыр екен, үлкен кісіні мен де қинағым келіп тұрған жоқ бір жағынан, үлкен кісі болғандықтан. Онда осылай таныса береміз бе? Осылай, бүгінше осылай танысайын, бірақ ендігізде мен рұқсат бермеймін ау деймін, Диана ханым. Онда былай істейік. Сіз дәл қазір таныстықты бастауға жалғастыруға өз келісіміңізді бересіз. Егер ағамыз уәдесін берсе, ертең студияға шықса. Иә, солай болса. Иә. Аға, уәде бересіз ғой, жігіттік сөз. Уәде берем, Құда қаласа. Жігіттік сөз. Жігіттік сөз. Қоянның суретін салу жоғынан ата. Онда болмайды. Рахмет үлкен. Онда сұрақтарымызды қояйық. Иә, Айзада сұрақ бар екен. Диана ханым, кешірім сұраймын, жаңағы. Менен кешірім сұрамаңыз, Айза. Мен барлығын көтерем, менің ет сүйегім әбден үйренген, бірақ арпылдасып Арина екеулеріңіздің отырғандарыңыз ешкімге ұнамайды, әсіресе көрерменге. Ондай жексұрын етіп өздеріңізді көрсетем десеңіздер, өз еркілеріңізбен жобадан шығып кетіңіздер. Мен әлі сіздердің кімді нені бөлісе алмай жүргендеріңізді түсінбеймін. Бір жігітті ұнатып жүрген жоқсыздар, үміткерлеріңіз жоқ. Не көрінді? Жоқ, қандай болады ғой, бір не болады? Неприязнь деген. Және де бүгін өзі де айтқаным, бір лично неприязнь саған ең басында болды мүмкін. Демек, Аринада сізге сондай нәрсе бар. Иә. Өзінің айтқан сөзі бойынша, және сол әлде қалған шығар. Арина, сіз өзіңіз сол дүниені түсіндіре аласыз ба? Неге Айзаны жек көресіз? Және бұл дүниенің соңы бар ма? Өйткені расымен де Айза пікір айтса, сіз бірден қарсы атылып шыға келесіз. Жоқ, Диана ханым, мен басында азында келгенде мен айтқан болатын, басында сондай болды деп. Но уже ондай жоқ дедім. Просто мен бүгін қатты маған сөйлегеннен кейін мен де дауысын қатты көтеріп сөйледім. Кешірім сұраймын одан. Сұрақ қойсам бола ма? Диана ханым, сұрақ қош келдіңіз үміткер.
көке сізге Жүнісбек сұрағым аға есімі. Жүнісбек аға есімі. Жүнісбек аға сізге сұрағым бар. Мынау үш қызыңызды қияға қондырдым дедіңіз ғой. Сол үш қызыңызды қияға қондырар кезінде жолдасыңыз қасыңызда болды ма, әлде кейін өзіңіз қондырдыңыз ба? Жолдасым екеуміз тойға барасың ғой, тойға өзім бас болып қас болып жүрдім осы жерде. Енді Дилбар ханымға келіп тұрсыз. Қыздарыңыздың толық келісімін алдыңыз ба? Ол кісілер хабардар ма сіздің келгеніңізге? Иә, алып келдім ғой. Және менде атаға сұрағым бар. Ата, қош келдіңіз. Сізге сұрақ: 66 жастағы ер азаматтың талабы қандай? Сіздің болашақ жарыңыз қандай болу керек? Өзіме жақсы қараса, Өзіме жақсы қараса, өтірік айтпаса, адал болса, мейірімді болса, иә? Ассалаумағалейкум ата. Сіздің үш қызым бар дедіңіз ғой. Сол үш қызыңызды ұзатқаннан кейін қазір немерелеріңізбен қарым-қатынасыңыз қалай? келіп кесіп тұрады немерелерім. Көмектесіп тұрады сізге келу, иә? Жоқ, олар жас қой, қалай көмектеседі? Кішкентай ғой дейді әлі. Жүнісбек аға, қош келдіңіз. Диана ханым, негізі бар ғой, енді осыған дейін бізде Дилбар ханымға осындай жастағы ер азаматтар келді ғой. Дилбар ханым, сол кезде сіз айтқан болатынсыз: маған ондай бір тым үлкен ер азамат керек емес дегенде, мен ол ер азаматпен тіл табыса алмаймын дегенде. Енді қазір сізді ничего не смущает именно жас аралығында? Түсінбедім, қайсың? Жас аралығы сізге қазір кедергі болып тұрған жоқ? Жас аралығы кедергі болып тұрған жоқ. Өткенде ол үлкен кісі деген 76-та кісі болды ғой. 66 жақсы. Танысып көруге болады. Қазіргі 66. Өткенде сен айтқан ол 76 жастағы кісі еді. 66 жақсысың. Иә, енді. Диана ханым, мен сұрақ қойсам бола ма? Қош келдіңіз. Қазір енді айтып жатсыз ғой, Ащысай жақта тұрамын деп, өте керемет жер. Енді ауыл шаруашылығымен айналысасыз ба? Мал бар ма үйде? Мал бар, 20 жыл мал баққам. Ал қазір өзіңізге ауырлық етпей ме? Жалғыз өзіңіз, сіз үйде, мал бар, қиын емес пе? Қиналасың ғой, қиналмайтын болмайды. Көмектесетін ешкім жоқ па дегенім ғой жаныңызда? Жоқ қой. Дилбар апаға сұрақ қойып жіберейінші мен, рұқсат болса, иә? Сұрап жүрші, мен қазір, иә? Дилбар апа, сізге сұрақ, енді сізге енді үміткерлер түрлі ағалар, көкелер келді ғой. Сонда сіз ең басты мақсатыңыз қандай болу керек сізге? Біз әлі түсінген жоқпыз да. Түр келбетіне қарайсыз ба, жасына қарайсыз ба, ұнату керексіз ба ол кісіні, или қалай? Или әңгімеңіз жарасса сол жете ма сізге? Мен оны кейін де ойланып көрдім да, былай, маған қандай адам керек деп. Сонымен маған сәл жәндегі сөзіміз жарасатын, қайта маған сәл арасында ақыл айтып қоятын, өткенде талабымды айтып едім, сондай ақылды ер азамат болса екен. Көке, сізге сұрағым бар. Көке, жалпы жас кезіңізде осыған дейін зейнетке шығам дегенше дейін қандай қызмет атқардыңыз? Мал бақтым ғой. Мал бақтым дейді. Диана ханым, мен Дилбар ханым осы жайында қойғым келіп кетті. Енді кішкене 30-дан асқан қызсыз, енді мысалы несіз ғой енді, бірақ өзіңіздің жағы типажыңыз деймін, типаж енді жастарға айтылады ғой енді, жарайды. Бірақ алдында білесіз бе, Диана ханым бір кепкімен, кроссовкамен бір кісі келеді ме, үміткер болып бір. Есі военный кісі ма? Сол кісімен ара қатынас қалай тоқтап қалып еді? Ол кісі мен немді жүрегімнен бір ақаулар табылып ұзақ емделеді. Ал бірақ сол кісі негізінде сол кісі сіздің кәдімгі талғамыңыздағы ер азамат еді. Негізінде сіз сол кісіні ұнатқансыз, өйткені көзқарасыңыз, бір кәдімгі бірімізде сөйлескендеріңіз. Мен сол сұрайын деген сол ара қатынас қалай тоқтап еді, білмей қалдым да. Вот осындай жастағы кісілер сізге келеді, өйткені жігіт сияқты кәдімгі жас гламурный болып сөйтіп келген кісілер да. Жоқ, ол негізі оның себебін айтып қойған, негізі ізбасар жоқ кезде эфирде. Ол кезде сіз тойда болған просто, тойда болған ғой, естімей қалған ғой. Керек емес деп ойлаймын бұл сұрақты негізі. Ассалаумағалейкум, Жүнісбек ата. Сізге сұрақ, енді 15 жыл болды деп жатсыз ғой ажырасқаныңызға, иә? 15 жылдың ішінде бас қосқан бір адам болған жоқ па? Осы уақытқа дейін. Болды ғой. Не себепті осы күнге дейін бірге болған жоқсыздар бас қосқан адамдармен? Ол кісінің күйеуі бар еді. Қалай күйеуі бар дейсіз ба, әйелдің? Ол әйелдің күйеуі бар еді. Ол күйеуі бар әйелге қалай қосылып жүрсіз? Ажырасып жүрген еді ғой. Ау? Ажырасып жүрген еді деймін. Ол кезде ажырасқан, қазір қайта күйеуі бар? Қайтадан қосты ғой. Бұрынғы күйеуімен қайтадан қосылып кеткен ғой, мәссаған. Сөйтіп айтыңызшы аға. Және Дилбар ханым, қазір кеш болмай сізді ары қарай ағамызға жіберсек, кездесіп қайтсаңыздар.
Ағамыздың сөзін уәдесін алып алдық, ертең студияға шығам деді. Қарсы емессіз бе? Жоқ, қарсы емес. Өйткені кеш батпай, қараңғы болмай сізді кездесуге шығарып салсақ? Жарайды, Диана ханым. Жарайды. Онда былай қарай жүріңіз. Мен сізді атаға қарай шығарып салайын. Сізді күтіп тұр дейді. Тосын сыйы бар дейді. Сыйлығы бар екен. Міне мына жақта. Қош келдіңіз. Ой, гүлі бар екен. Я камераға көрсетсеңіз болады. Ағамыз көрініп қалды. Шығарып салдық. Және шымылдық осы күйі тұра берсін, өйткені бізде тағы да бір жаңа үміткер бар. Бірден келесі